20 ғасыр қазақ өнерінің жаңа тынысын ашты. Жаңа белестерге жетелеп, кәсіби өнерпаздармен қауыштырды. Кәукен Кенжетаев та сол уақыттың көркем өкілі. Бір қызығы, сол кездегі өнер майданына түскен талай мықтының тағдырына зер салсаңыз, 8 қырлы, бір сырлы болғанын байқайсыз. Кәукен ағаның бойынан да әншілік, режиссерлік, ұстаздық, қаламгерлік, актерлік сынды сан қасиетті байқауға болады. Кәукен Кенжетаев ойнаған талай рөлдердің ішінде шоқтығы биік рөлдердің бірі «Ел басына күн туса» фильміндегі батыр Бауыржан рөлі. Атақты Қыз жібек фильміндегі Төлегеннің әкесі Базарбайдың рөлі Кенжетаевқа бұйырады. Кәукен ағаның білімдарлығы десеңіз де, өзінің көзқарасы бар азаматтығы десеңіз де жарасады. Базарбайды театр сахнасындағыдай ақ сақалды, ақ шапанды образдан гөрі басқаша сомдау идеясы ұзақ талқыға түсіп, ақыры дәлелдеп шығады. Өнердің барлық саласында қатысқан сықылдымын. Ән де айттым, режиссер да болдым, киноға да түстім, елді араладым, дүние жүзін араладым, балаларға сабақ бердім. Былай қараған уақытта арман жоқ сықылды. Кәукен Кенжетайұлы қазақ өнеріне европалық сарын әкелген жаңашыл ұрпақтың алды еді. Кәукен Кенжетайұлы өз қатарластары сияқты күш алған соң, дәстүрлі өнерге қарсы шығып, алдыңғы толқының алдына кесе көлденең тұрған жоқ. Адамгершілік келбетіне дақ түсірмеді. Ол іргесін қалаған әр қаладағы талай музыкалық театрлар бүгінде өз көрермендерінің көз айымына айналып отыр. Ол кісі тәрбиелеген шәкірттер де қазақ өнерінің көшін ілгері сүйреп келеді.